Ассалаумағалейкум достар, бүгін бейнероликте сіздерге Goblin Mine'да мен 7-ші шахтын максимально апгрейд жасадым. Соның арқасында күнделікті қанша серебро монетасын табамын, және де 8-ші шахтан сіздердің көздеріңіз қазір бірге оны апгрейд жасайтын боламыз. Сондықтан бұл сізге қызықты деп ойлаймын бұл видеоролик. Сондықтан достар, арнайы тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы уақытқа дейін мен бұл жақта мына ақша шығарған тон бойынша есептегенде онда 2 тон шығарыппын. Бұны теңгелей шаққан кезде 31.017 теңге достар. Енді әлде осы серебро монетасы 1 миллионға жетуге сәл-ақ қалды. Міне 788 мың серебро жинадық. 1 миллионға жеткеннен кейін біз оны уже тонға ауыстыратын боламыз. Ол 2 тонға, 2 тонымыз қазір сәтте $12 тең. А $12 6.7 теңге. Яғни бұл қарап тұрсаңыз салымсыз түрде осындай ойыннан біз табыс тауып көретін боламыз. Мына қараңыздар, давайте бірінші сіздерге шахта 7-мен таныстырып кетейін. Залежки сутки бұл жақта бомба бойынша барлығын ұлғайтып тастадым. Тек қана мынау 6-сын ұлғайтпадым. Бұл жақта стратегия бойынша жұмыс істеу үшін бізге калькулятор керек. Қараңыздар, доход в час менде қазір сәтте 4270 болып тұр. Оны көбейтеміз, мысалы 24 сағатта. Мен 24 сағатта 102.408 серебро монетасы жиналады екен. Бірақ та залежи сутки менде 94.100. Мен бұны негізі 102.000-нен асыру керекпін. Сондықтан кіремін, мына жақта 6.000 қосамын, уже максқа қосылды. И давайте артқа өтейік, 100.000. Яғни мен бұл жақта 24 сағатта жоқ дегенде 100.000 серебро монетасы жиналады. Майнерлар менде 45 по максимально қосылып тұр. Инвертор енді бұл егер персонал және шахта максимально тұрса, значит инвертор тоже менде максимально қосылып тұр деген сөз. Тележка 33.000, яғни 33.000 серебро монета жеткеннен кейін бұл жақта біздің шахтамыз тоқтап қалады. Мен бірақ та 33.000-ға жеткізбеймін, жиірек бұл жаққа кіремді, және де сереброны мен өзімнің қоржынына салып отырамын. Сондықтан бұл жақта қатып қалған дүние жоқ. Жақсы, енді 8-ші шахта өте, қазір сәтті счетымызда 116 миллион бронза монетасы бар. Қазір көрейік, нақты партнерский баланста бар ма екен? 6 миллион бар екен, жинап алайық. Енді қайта артқа өтеміз. 8-ші шахтаны біз бұл жақта ұлғайтатын боламыз. Так, бірінші бізге бұл жақта майнерларды санын көбейту керек. Так, бізге мына бірінші майнерді алайық. Кирка левел 1 керек дейді. Енді бұл жақта бізге осын екеуін ұлғайту керек. Артқа өтеміз. 19 миллион 200 сатып аламыз. 28 миллионға сатып аламыз. Мынаны ашамыз. Так, мынаны сатып аламыз. Так, бір жақта level 2 керек дейді. Так, қайта level 2-ні қосайық. Мынаны да қосайық. И мына жерде екеуін сатып алайық. Так, бізде 24 миллион қалды. Қайта артқа өтеміз. Бұл жақта доход час 938 деп тұр. Залежи сутки 3100. Енді пока что жеткілікті. Емкость тележки ұлғайтсақ болады, егер де бізде ыңғайлы болса. 10 миллионға сатып алайық. Так, счетымызда 9 миллион қалды. Так, енді тағы не істейміз бұл жақта? Енді пока что қалғандар мынаны слотты аша салайық. Болды. Енді бізге осы майнерларды алу керек, яғни персоналдарды алу керек. Сол кезде біздің доход жасымыз көбейетін болады. Қарап тұрсаңыздар, 5108 болды. Давайте тағы да калькуляторға салайық. 5108-ді көбейтеміз 24-ке. И получается біз уже 24 сағатта 122.000 серебро монетасын жинайды екенбіз. Бұл уже керемет жаңалық. Яғни примерно 9-8 күнде мен 7000 теңге табысқа тауып отыратын болам. Бұл салымсыз түрде. Мысалы 1 миллион серебро монета жеткеннен кейін мен бұл жақта обмен деген түймені басамын. И мысалы 1 миллионымыз мынақта 2 тонмен тең. Қазір сәтте тонымыз, 1 тонымыз $6 тең болып жатыр. Солай достар. Және де бұл жақта реферальный гонка жақын арада болады, әзірше болған жоқ. Баунтинің арқасында тоже бұл жақта біз табыс тауып жатырмыз. 1 тонн, 2 тонн, 0,2 тонн және 1 тонн. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер. Сізде қандай нәтиже болып жатыр, сол жайлы маған жазып кетіңіздер. Сіздердің әрқайсысы оқитын боламын. Соны міндетті түрде комментарий
қалдырыңыздар. Сіздермен мен болған Қайрат, келесі көріскенше достар.